Саламатсыздар жігіттер, YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі біздің тақырып Marina Health компаниясының застара өнімі жайлы болады. Оның құрамын айтамыз, қай кезде қалай қолданамыз және қандай қарсы көрсеткіштер бар. Бүгінгі біздің тақырып осы. Сонымен застара бұл Marina Health компаниясының өнімі. Өндірушілердің айтуы бойынша бұл организмнің токсиндер мен ауыр металл тұздарын тез және қауіпсіз шығаратын табиғи өнім болып табылады. Застара бұл көп жылдық кәдімгі суда өсетін бір шөптің бір түрі. Оның құрамының ерекшелігі онда пектин деген зат бар. Пектин бұл клетчатка болып табылады. Клетчатка организмде екі түрлі қызмет атқарады. Біріншіден бұл микроорганизмді, ішектің микрофлорасының тамағы болып табылады. Сондықтан біз оны қабылдаған кезде ішек микрофлорасының дұрыс өсуіне, дұрыс баланста ұстауына көмектесетін бір клетчатка деген зат. Екіншісі бұл застарадағы пектиннің құрамындағы пектиннің тағы бір қызметі бұл организмде абсорбент болып табылады. Абсорбент дегеніміз білесіздер, бұл организмде керек емес улы заттарды өзіне тартып алады да, сол организмге сіңбей қайтып шығып кетеді. Пектин организмге түседі. Біріншіден жаңағы қызметі микрофлораны жақсартады, екінші қызметі жаңағы токсиндерді, ауыр металдардың уларын өзінің денесіне тартып алады да, организмге сіңбей сол күйі далаға шығып кетеді. Осындай қызметі бар. Енді білесіздер, ішектің қызметі қандай екенін. Ішектің негізгі қызметі бұл ас қорыту жүйесінде болып табылады. Организмде асқазан арқылы ішекке түскен тамақты бұл ішек арқылы қанға өтеді. Ішек арқылы барлық біз қолданатын макроэлементтер, витаминдер, қоректі заттардың бәрі ішек арқылы организмге өтеді. Сол тамақтың бізге түскен жаңағы қоректі заттардың қорытылуына жауап беретін бір нәрсе ол микрофлора. Микрофлора дұрыс болу үшін организмде жаңағы клетчаткалар жеткілікті болу керек және организмге мүмкіндігінше зиянды факторлар әсер етпеу керек. Бірақ өкінішке орай біз өте көп мөлшерде бізге сырт жақтан зиянды факторлар әсер етеді. Ол антибиотиктер, химиялық препараттар, адамның дұрыс тамақтанбауы, ретсіз тамақтану, монодиета дейді, бір қалыпты тамақ ішу, одан кейін өзіміздің жағымсыз біздің әдеттерімізді арақ ішу, темекі шегу сияқты стресстік жағдайлар және экология. Осының бәрі ішек микрофлорасының бұзылуына алып келеді. Ішек микрофлорасының бұзылуы өз кезегінде дұрыс тамақтың дұрыс қорытылмауы. Екіншіден біз білесіздер, өзіміздің организмдегі микрофлора бұл ішектің қабырғасында мына биопленка деген бар. Биопленка деп аталатын пленка пайда болады. Ол биопленка жақсы бізге қажетті микробтан, бактериялардан тұрады да, ол ішке қанға зиянды токсиндердің, зиянды бактериялардың өтіп кетпеуін қадағалайды. Бірақ жаңағы экологиялық зиянды факторларға байланысты әртүрлі жаңағы микрофлорада тесіктер пайда болады. Былайша айтқанда, біздің ішегіміз бізді қорғай алмай, ішектің микрофлорасы бізді қорғай алмай қалады. Жаңағы биопленканың тесіктер пайда болады. Биопленкадан содан организмге түрлі улы заттар, токсиндер, ішке бактериялардың улары, бактериялардың өздері өтіп кетуі мүмкін. Сонда организмде жаңағы жалпы улануы, организмнің ауруы байқалуы мүмкін да. Осы жағдайда біз бірінші кезекте ішек микрофлорасын қалпына келтіруіміз керек. Оған жаңағы біздің застара көмектеседі деп айтады. Өйткені құрамындағы жаңағы пектин, ол клетчатка микрофлораны қалпына келтіреді. Bir жағдай. Екінші жағдай организмнің жаңағы улануы. Жаңағы химиялық заттармен жалпы организмнің өзінде пайда болатын тамақ дұрыс қорытылмай қалғанда, зиянды тамақ түскенде организмнің өзі улана бастайды. Соны ішекте тазалау керек. Вот застараның құрамында жаңағыдай пектин деген зат. Соның құрамында апиоза деген зат бар. Пектин не өзі? Пектин дегеніміз бұл полисахарид. Бұл полисахарид дегеніміз моносахаридтен тұратын ұзын бір үлкен молекула болып табылады. Полисахарид біздің қарапайым тілмен айтқанда джем желе дейді. Кәдімгі біздің тамақ ретінде қолданатын соған ұқсайтын зат. Да, оның негізгісі желе мен джемнің негізі сол полисахарид болып табылады. Осы құрамында осындай полисахарид бар, соның ішінде апиоза деген моносахарид. Сол полисахаридтің кішкене кірпіштері да бір-біреу. Сол апиоза деген заттың бір үлкен керемет қасиеті, бұл организмде ешқандай мысалы қабылдаған кезде организмге тез сіңеді, организммен дұрыс қажетті заттармен байланыса алады. Одан кейін жаңағы ауыр металл тұздарын, токсиндерді денеден шығаруға көмектеседі.
бұл жаңағы тікелей жаңағы зиян келтіретін ауыр металдардың атомдарымен молекулалармен байланыса алатын қасиеті бар. Ауыр металдардың тұздары білесіздер, бұл жаңағы экологияда сыртқы ортаның зиян болуы, ол үшін жаңағы үлкен заводтардың қасында немесе бір радиациялық бір өңірде тұрудың қажеті жоқ. Ол біздің мынау машиналардың түтіндері, машинадан шығатын түтіннен өте көп мөлшерде жаңағы қорғасын, алюминий, кадмий тағы басқа сияқты ауыр металдар тұздары шығады. Мысалы бізде айтады ғой, жағалауда көшенің бойында, үлкен трассаның бойында шөп жеп жүрген сиырдың сүтінің құрамында сондай ауыр металл тұздары болады деп. Сондықтан жаңағы үлкен трассалардың жанында сиырларды жаймау керек деп та, кәдімгі біз. Өйткені ол сүтінде ауыр металдар тұздары болуы мүмкін. Сондықтан ауыр металл тұздары организмге түсу соншалықты бір қалай айтсам болады, сирек кездесетін жағдай емес. Машина көп бар жерде және жаңағы химиялық завод бар жерлерде бұл өкінішке орай организмге өте көп мөлшерде зиянды химиялық ауыр металл тұздары біздің организмге түседі. Осы апиоза деген пектиннің құрамындағы апиоза осылармен байланысады, организмді бізге денені тазалайды. Сонымен қатар өкінішке орай бізде онкологиялық аурулар өте көп. Және егер оны сенетін болсақ, жыл сайын онкологиялық аурулардың саны артып келе жатыр. Сондықтан химиотерапия жасаған кезде, жаңа сәулелі терапия жасаған кезде өте көптеген организмге оның кері әсерлері бар. Сол бауырға әсер етеді, асқазан ішек жолына, сонымен қанның құрамын өзгертеді. Сондықтан бұлардың бәрі өте көп жаңағыдай побочный эффект, жағымсыз әсерлер алып келуі мүмкін. Осы жағдайда зоостерин қолдануға болады деп айтады өндірушілер. Бұл жаңағы радиациялық химиялық заттарды денеден шығаруға және онкологиялық ісіктің өзі организмді улайды, сол уларды тазалауға көмектеседі деп айтады. Енді бұл осындай жағдай. Енді зоостерин қай кезде біз қолдана аламыз? Біріншіден, бұл аллергиялық реакция болатын болса организмге, белгісіз немесе бір белгілі затқа аллергия болатын болса, осы аллергиялық ауруды қолданамыз. Екінші, псориаз кезінде бактерия ауруларында, одан кейін ішек ауруларында, колит, диарея болғанда, антибиотиктен кейін болатын диарея, жалпы асқазан ішек жолында дисбиоз болатын болса, дисбактериоз болатын болса, аутоиммунды аурулар, жаңағы артрит, бронхиальный астма сияқты аурулардың кезінде қолданамыз. Қант диабетінде қолдануға болады және гастрит, асқазанның ойық жарасы кезінде. Жаңағы айтылған онкологияда бауыр аурулары, соның ішінде бауыр ауруларында гепатит, жаңағы билиарный цирроз деген бар, сол кезде қолдануға болады. Сонымен қатар мынау жалпы химиотерапия кезінде жаңағы айтқан бұл өнімді қолданса болады деп айтады. Сонымен бұл өнім жаңағы қысқаша айтқан кезде организмді радиациялық, химиялық және токсиндерден, басқа да организмге түсетін токсиндерден біріншіден жақсы қорғайды, денені жаңағыдай қауіпсіз түрде өзіне денесіне сіңіріп алып, жаңағы сыртқа қарай шығып кететін, бір тазалайтын сондай бір табиғи өнім деп атайды. Бір жағдай, екінші жағдай, бұл клетчатка бар құрамында. Жалпы клетчатка білесіздер, бұл жемістердің көптеген жемістердің, жеміс-жидектердің құрамында клетчатка болады. Бұл жаңағы бактериялардың өсуіне, дұрыс дамуына керек қоректі зат болып табылады. Сондықтан былайша айтқанда екеуі бір жерде, два в одном дейді ғой, орысша два в одном. Осы өнімде зоостериннің құрамында бар деп айтады. Бұл өндірушілердің бізге айтуы. Енді бұны қалай қолданамыз? Бір жаңағы шай қасықпенен күніне 3 рет, 1,5 сағат тамақтың алдында бұны қолданамыз. Жаңағы 1 стакан су арқылы ішіп, осылай істеуге болады. Енді 1-2 апта ішеміз, әр 6 ай сайын бұны қайталау керек деп айтады. Қарсы көрсеткіштер сол жүктілік кезінде болмайды, емізулі аналарға болмайды және 3 жасқа дейінгі балаларға болмайды. 3 жастан кейін бұл жаңағы дәрігердің консультациясы арқылы қолдануымызға болады деп айтады. Тыңдағандарыңызға үлкен рахмет. Егер ұнаса лайк басыңыздар, бұл өнімді таратсаңыздар болады, бұл информацияны. Біреу болмаса біреуге бұның пайдасы тиюі мүмкін. Каналға жазылыңыздар. Келесі жолы тағы да басқа өнімдерді қоюға тырысамын. Егер де сіз менің жасап жатқан жұмысым сіздерге ұнайтын болса, каналға қолдау көрсеткілеріңіз келсе, менің телефоным, WhatsApp нөмірім осы видеоның астында болады. Тыңдағандарыңызға үлкен рахмет. Қош сау болыңыздар.